Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ауызашарға арналған күні бойғы аштықтан кейін ауыз ашқанда асқазанға өте жеңіл тиетін тауықтың етінен жасалған тағамдар рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 2 дана қызанақты ұсақтап көбейтіп турап аламыз. Домалақтап турасаңыздар да болады, бірақ көбейтіп туралған қызанақ жеуге өте ыңғайлы болады. Және оның үстіне пиязды да ұсақтап турап саламыз. Енді жақсылап жуылған тауықтың аяқтарын алдымен кез келген тауықтың жамбасы, тауықтың кеуде етін алсаңыздар да болады. Жақсылап суға жуып аламыз. Оның үстінен қаймақ саламыз және ұсатылып туралған 3 бас сарымсақ саламыз. Және дайындалып қойған қызанағымыз бен пиязды тұз, бұрыш дәміне қарай саламыз. Бұл тағам приправасы да, ешқандай дәмдеушісі де дәмді болып шығады. Тауықтың етінің және қаймақтың дәмімен қосылып. Осылайша етті маринадтауға 30-40 минутқа алып қоямыз. 30-40 минуттан кейін кез келген табаға астын майламай еттерімізді салып, қызып тұрған пешке 250 градусқа 30 минутқа жібереміз. Енді бұл арада біз бетіне құятын құймасын дайындаймыз. 2 жұмыртқаны шағып алып, оның үстіне туралған немесе қырғыштан өткізілген сыр саламыз. Мендегі сыр жұмсақ болғандықтан осылай жіңішкелеп турадым. Егер сізде қатты сыр болса, оны қырғыштан өткізсеңіз болады. Мінекей 30 минут өтті. 30 минуттан кейін бетіне құймамызды құйып, тағы да 15 минутқа пешке жібереміз. Мінекей 15 минуттан кейін мен алып бетіне қызанақпен укроп септім әдемілігі үшін. Қараңыздар, кешкі асымыз қандай тәбетті ашарлық тағам болып шықты. Тауықтың еті өте жұмсақ, сыр мен жұмыртқаның қосындысынан жасалған құймақ өте әдемі болып көрініп және керемет, ерекше дәм беріп тұр бұл тағамға. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, күндегі тамақтарыңыздың түрлерін ерекше етіп дайындап, отбасыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.